2026 жыл 28 ақпан таңғы сағат 9-дан 45 минут өтті. Тегеран аспандағы соғыс ұшақтарының гүрілі естіледі. Қаланың қақ ортасында жойқын жарылыстар басталды. Бұл ақш пен Израильдің Иранға қарсы эпикалық қаһар және ақырған арыстан деп аталған бірлескен операциясының басталуы еді. Бірнеше сағаттың ішінде Иранның жоғарғы рухани көсемі Аятулла Али Хамейни мен елдің әскери басшылығы түгелдей дерлік жойылды. Таяу шығыс қана емес, бүкіл әлем теңселіп кетті. Бірақ бұл соғыс кенеттен басталған жоқ. Бұл 80 жылға созылған достықтың қастандыққа, одақтастықтың өшпенділікке айналуының ақырғы нүктесі еді. Бүгін біз Иран, Израиль және ақш арасындағы қатынастардың қалай басталғанын, неге бұзылғанын және бүгінгі жаһандық апатқа қалай жеткенімізді деректер негізінде талдайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыз. Біз оқиғаны басынан бастаймыз. 1948 жылы Израиль мемлекеті құрылғанда Иран Израильді Түркиядан кейін мойындаған екінші мұсылман мемлекеті еді. Бұл достық саяси идеологиядан емес, геостратегиялық қажеттіліктен туындады. Израильдің тұңғыш премьер-министрі Давид Бен-Гурион периферия доктринасын жасап шығарды. Бұл стратегияның мәні Израильді қоршап тұрған араб мемлекеттерінің ықпалын теңестіру үшін аймақтың шетіндегі араб емес елдермен Иран, Түркия, Эфиопия сияқты мемлекеттермен тығыз одақ құру еді. Шах Мұхаммед Реза Пехлеви үшін Израиль батысқа, әсіресе Вашингтонға ашылатын басты есік болды. Бұл кезеңдегі ынтымақтастық таңқаларлық деңгейде еді. Иран Израильге мұнай тасымалдады, ал Израиль Иранға қару-жарақ беріп, оның армиясын жаттықтырды. Тіпті Иранның қаталдығымен аты шыққан Савак барлау қызметін құруға ақш-тың орталық барлау басқармасы мен Израильдің Массад агенттігі тікелей көмектесті. Тегеранда израильдік мектептер жұмыс істеп, екі ел арасында тұрақты әуе рейстері қатынады. 1970 жылдары бұл одақ тіпті құпия ядролық жобаларға дейін жетті. Бұл жобасы аясында Израиль мен Иран ядролық оқтұмсық тасуға қабілетті зымырандар жасауды жоспарлады. Иран бұл жоба үшін Израильге 280 миллион долларлық мұнайын алдын ала төлем ретінде берген еді. Бірақ барлығы 1970 жылы өзгерді. Сол жылғы ислам революциясы бәрін астын үстін қылды. Иран шахы биліктен кетіп, Аятулла Рухалла Хамейни билікке келді. Ол Израиль мен ақш-пен барлық қатынасты үзіп қана қоймай, оларды Иранның жаңа идеологиялық жауы деп жариялады. Израильді кіші шайтан, ал ақшты ұлы шайтан деп атау ресми саясаттың негізіне айналды. Тегерандағы Израиль елшілігі басып алынып, ол Палестинаны азат ету ұйымына берілді. Бірақ ең үлкен соққы ақшқа тиді. 1979 жылдың қарашасында Тегерандағы ақш елшілігінің басып алынуы және 52 дипломаттың 444 күн бойы кепілде болуы Вашингтон мен Тегеран арасындағы қатынасты ондаған жылдарға үзді. Осы сәттен бастап Иран экспорттық революция арқылы таяу шығыстағы батыс ықпалын жоюды мақсат етті. Революцияға қарамастан саясаттың астыртын тұстары одан да күрделі болды. 80-88 жылдардағы Иран-Ирак соғысы кезінде Иран Саддам Хусейнге қарсы тұру үшін батыс қару-жарағына мұқтаж болды. Осы кезде тарихтағы ең даулы құпия келісімдердің Иран-Контрас жанжалы орын алды. Бұл ақш пен Израиль Ливандағы кепілдерді босату үшін Иранға жасырын түрде зымырандар мен қосалқы бөлшектер сатты. Манучехир, Горбанифар сияқты астыртын делдалдар арқылы Иран мыңдаған зымырандарын сатып алды. Түскен қаражат ақш-тың Никарагуадағы Контрас көтерілісшілерін қаржыландыруға жұмсалды. Бұл жанжал ашылғанда ол президент Рональд Рейганның әкімшілігін құлатуға шақ қалды. Сонымен қатар, Парсы шығанағында танкерлер соғысы басталды. Иран мен Ирак бір-бірінің мұнай тасымалын тоқтату үшін кемелерге шабуыл жасады.
1987-1988 жылдары ақш әскери теңіз күштері Кувейт танкерлерін қорғау үшін соғысқа араласты. 88 жылы 3 шілдеде ақштың USS Vincennes кемесі қателесіп Иранның 290 жолаушысы бар азаматтық ұшағын атып түсірді. Бұл қайғылы оқиға Иран халқының санасында ақшқа деген өшпенділікті мәңгіге қалдырды. 90 жылдары қырғи қабақ соғыс аяқталып, кеңес одағы ыдыраған соң, Иран мен Израиль арасындағы суық бейбітшілік ашық жауластыққа көшті. Иран аймақта өзінің ықпалын жүргізу үшін қарсыласу осын құрды. Яғни, оның негізгі тірегі Ливандағы Хезболла болды. 1982 жылы Иранның 1500 нұсқаушысы Ливанға келіп, бұл топты құруға және жаттықтыруға көмектесті. Хезболла Израильдің солтүстік шекарасындағы тұрақты қауіпке айналды. 1992 және 1994 жылдары Аргентинаның астанасы Буэнос-Айресте Израиль елшілігі мен еврей орталығына жасалған жарылыстар үшін Израиль барлауы тікелей Иранды айыптады. Израиль премьер-министрі Исхақ Равин 1992 жылы Иранды Израильдің нөмір 1 экзистенциалды қаупі деп жариялады. Содан бері екі ел арасындағы көлеңкелі соғыс басталды. Кибер шабуылдар, ғалымдарды өлтіру және аймақтық прокси қақтығыстар таяу шығыстың күнделікті шындығына айналды. 2002 жылы Иранның Натанздағы жасырын ядролық нысандары туралы ақпарат жарияланған соң, қақтығыс жаңа деңгейге көтерілді. Израиль мен ақш Иранның ядролық қаруға ие болуына жол бермейтінін ашық мәлімдеді. 2010 жылы әлемде бірінші рет цифрлық қару қолданылды. ақш пен Израиль бірлесіп жасаған Stuxnet вирусы Иранның ядролық центрифугаларын істен шығарды. Бұл мемлекет аралық деңгейдегі алғашқы ірі киберсоғыс еді. Сонымен бірге Иранның жетекші ядролық ғалымдары бірінен соң бірі қастандықпен өлтіріле бастады. 2015 жылы Барак Обама әкімшілігі Иранмен ядролық келісімге қол қойды. Бірақ 2018 жылы Дональд Трамп бұл келісімнен бір жақты шығып, Иранға қарсы максималды қысым саясатын бастады. Бұл шешім аймақтағы шиеленістің жаңа толқынына жол ашты. 2020 жылдың қаңтарында Бағдад әуежайында Иранның ең ықпалды генералы Қасем Сулейманидің ақш дронымен өлтірілуі екі елді соғыс табалдырығына әкелді. Ал 2024 жылы прокси соғыс дәуірі аяқталып, тараптар тікелей соққыларға көшті. Сол жылдың 1 сәуірінде Израиль Дамаскідегі Иран консулдығына соққы жасады. Иран бұған жауап ретінде 14 сәуірде Израильге қарата 300-ден астам дрон мен зымыран ұшырды. Бұл тарихтағы Иранның Израильге жасаған алғашқы тікелей соққысы еді. 2025 жылдың маусым айында жағдай тіпті ушықты. Израиль мен ақш Иранның ядролық нысандарына бункер бұзушы ауыр бомбалармен соққы жасап, 12 күндік ауқымды соғыс өрті тұтанды. Иран жауап ретінде Израильдің Хайфа қаласындағы зауыттарын атқылап, Қатардағы ақш базасына соққы берді. Бұл қақтығыс уақытша бітіммен аяқталғанымен, ол 2026 жылғы үлкен соғыстың алғы шарты ғана еді. 2026 жылдың 28 ақпанында Дональд Трамп әкімшілігі мен Израиль үкіметі Ирандағы режимді толықтай жою туралы шешім қабылдады. Женевада өткен ядролық келіссөздердің сәтсіз аяқталуы соңғы сылтау болды. Сонымен 28 ақпан эпикалық қаһар мен ақырған арыстан операциялары басталды. Израильдің 200-ден астам заманауи жойғыш ұшағы мен ақштың Томагав зымырандары Иранның 500-ден астам стратегиялық нысанын бір сәтте соққыға жықты. Басты мақсат Иранның басшылығын жою еді. 28 ақпан күні түсте Тегерандағы Хамейнидің резиденциясына жасалған шабуыл нәтижесінде Иранның жоғарғы рухани көсемі Аятулла Али Хамейни қаза тапты. Онымен бірге елдің қорғаныс министрі Азиз Насирзаде, Ксир қолбасшысы Мұхаммед Бакбур және тағы 40-тан астам жоғарғы шенді шенеунік жер жастанды. Иранның жауап соққысы таяу шығысты жалынға орады. Иран аймақтағы ақштың 27 әскери базасына 6 толқынды
зымырандық шабуыл жасады. Қатардағы Әл-Удейд базасында жарылыстар болып, Бахрейндегі ақш-тың 5-ші флотының штаб-пәтеріне зымыран құлады. Кувейт, Біріккен Араб Әмірлігі және Оман территорияларында да ірі өрттер мен жарылыстар тіркелді. Иран Ормұз бұғазын ресми түрде жауып тастады. Бұл әлемдік мұнай нарығын дүр сілкіндіріп, Brent маркалы мұнай бағасы бір күнде 13%-дан астамға өсті. Бүгін 2026 жылдың наурыз айының алғашқы күндерінде Иранды уақытша басқару үшін президент Масуд Пезешкиян бастаған 3 адамнан тұратын кеңес құрылды. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде әлемдік державалар екіге жарылды. Ресей мен Қытай бұл шабуылды егемен елге қарсы агрессия деп айыптап, дереу тоқтатуды талап етті. Ал ақш пен Израиль мұны жаһандық қауіпсіздік үшін жасалған заңды әрекет деп санады. 1948 жылы басталған периферия доктринасынан 2026 жылғы эпикалық қаһарға дейінгі жол таяу шығыстың қайғылы тарихының айнасы. Ирандағы Ислам Республикасы бұрынғы қалпына ешқашан келмейтіні анық. Бірақ бұл соғыстың аяқталуы ма, әлде бұдан да үлкен жаһандық қақтығыстың басы ма? Оны уақыт көрсетеді. Біз оқиғалар барысын бақылауды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.